Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді пицца дайындаймыз. Қамыры жұп-жұқа, жұп-жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ыдысқа жылы су құямыз. Шай қасық тұз саламыз. Қант саламыз. Ашытқы салып араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоямыз. Дайын апараға сұйық май құямыз. Ұнды електен өткізіп қосамыз. Қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз, шұжықты жұқа етіп тураймыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Қызанақты жұқа етіп, турап дайындаймыз. Салмасына не салсаңыз да өз қалауыңызша. Кетчуп майонезді араластырып дайындаймыз. Қамырды екіге бөліп, пергамент қағазымызға дөңгелек етіп жаямыз. Жұп-жұқа етіп жаю қажет. Жайып болған соң біркелкі етіп кетчуп майонез жағамыз. Видеодағыдай салмасын салып шығамыз. Бірінші шұжық саламыз, сосын қызанақ саламыз. 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Пицца піскен соң ірімшік сеуіп 5 минутқа пешке салып аламыз. Иісі бүкіл бөлмені алатын осындай өте дәмді пиццамыз дайын болып шықты. Өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Ірімшік осылай созылып. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз.